Сол, енді бас мәселе бас дәрігер жұмыста ма және Байтөреев жұмысқа шықты ма? Тура екі мәселе болса. Байтөреев жұмыстан босатылған облыстық денсаулық сақтау басқармасының бөлімі. А бас дәрігер жұмыста. Жұмыста қай жерде? Жұмыста болды. Қазір өзі санитарлық аралап кетті, бірақ не больничный мерзімі бітті. 5 күн жұмысқа шықты, міндетін түске дейін жұмыста болды. Денсаулық сақтау басқармасының Жамбыл облысы әкімінің тапсырмасы бойынша бас дәрігер жұмыстан босатылуы керек етін. Ал оны біздің құзыретімізге. Міне, сұрақ міне. Осы жердегі әлеуметтік желіде отырған бәрі тұрғындардың, көрермендердің бәрінің сұрағы осы. Неге анау коррупционный фактке тікелей қатысы бар? Анау нелерден жаңа ақша жиналып деген фактілері дәлелденіп айтылып тұрса да, неге ол кісі жұмыста деген сұрақ. Жаңа қабылдау бөлмесі қайсысы ол кісінің? Келесі. Бас дәрігер өзінің жұмыс орны? Ол кісі қайда екен? Ауылдарды аралап кеткен жылытма. Міне, көріп тұрсыздар? Бас дәрігердің аты жөні. Бас дәрігерді қазір жұмыс уақытысында жоқ дейді. Сонда Сапарбаевтың берген тапсырмасы қайда деген сұрақ менде. Сұрақ қайда? Сол кезде елден ақша жиналу фактісі сол 200 мың теңгенің 150 мың теңгесі жиналған қайтып кассаға берілген ақшалардың бірінші жауапты басшы неге жұмысқа қайтып келеді деген сұрақ менде. Осы мәселе бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы жөніндегі агенттікке де және денсаулық сақтау басқармасына Жамбыл облысы әкіміне жолдаймын. Тура осы мәселенің анық-қанығын тез арада жауап беруін